Холецистит өт қабының қабынуы өте жиі кездесетін, әсіресе 40 жастан асқан әйелдерде болатын ауру. Ары қарай көрмес бұрын қазақша контентті қолдап, арнамызға жазылып, лайк баса кетсеңіздер. Сіздердің тіркелгендеріңіз біз үшін өте маңызды. Және де арнамызда сіздер бауыр ауруы, зиянды сусындар, грек жаңғағының пайдасы туралы дайындаған видеоларымызды көре аласыздар. Холецистит дұрыс тамақтанбаудың салдарынан өттің дұрыс ағып өтпеуінен, аз қозғалудан, әртүрлі инфекцияның түсуінен, іш таяқшалары, коктар, сальмонель, тағы да басқа қоздырғыштар ішек не қан арқылы таралады. Сондай-ақ өт жолдарында әртүрлі себептерден тас байланудан пайда болады. Жүкті әйелдерде де көп кездеседі. Белгілері: жалпы симптомдар эпигастрий және оң жақ қабырғасындағы оң иық пен жауырын аралығына берілетін жіті үдемелі күшейіп, 30 минуттан бірнеше сағатқа дейін созылатын ауырсыну, лоқсу, құсу, кекіру, метаризм, майлы тағамнан бас тарту, тері мен склераның сарғыштығы, субфебрильді дене температурасы. Ауырсыну кенеттен дамыған шаншу тәрізді немесе оң жақ құрсақ үсті аймағындағы ұзақ уақыт ауырып, ауру сезімі біртіндеп күшейген ауырсыну. Ауырсынулар оң жақ қабырғалық доғаның астында, іштің жоғары оң жақтық квадратында орналасады. Ауру сезімі белбеу тәрізді болуы мүмкін, арқаға беріледі. Холецистит жедел және созылмалы деп екіге бөлінеді. Жедел түрінде дене температурасы 38-ден жоғары көтеріледі. Шаншу тәрізді шыдатпайтын ауырсыну болады. Ал созылмалы түрінде ауырсыну 6 айдан асып кетсе пайда болады. Оны қалай анықтаймыз? Жалпы қан анализі, биохимиялық анализ, УЗИ. Емдеу жолы: номері 5 диеталық стол, артық салмақ қоспауға тырысу керек. Дене шынықтырумен шұғылданған жөн. Ал аурудың созылмалы түрінде дұрыс тамақтану керек. Тағамдардан ащы, майлы, қуырылған, қақталған, кептірілген, алкогольдік ішімдіктер, газданған сусындар, какао, шоколадтарды шектеу. Сүт өнімдері, әртүрлі көкөністер сорпасы, ботқа, қайнатылған балық, ет тағамдарын, минералдық сусындарды тұтыну қажет. Дәрі-дәрмекпен емдеу 2-6 айдан 2 жылға дейін созылуы мүмкін. Бірінші: өт жүргізетін холосоз, холинизм, хологол, лиабил, тағы да басқалары. Екіншіден: өт жүргізетін шөп дәрі қайнатпалары. Үшіншіден: антибиотиктер мен спазмолитиктер. Емдеу кезінде аурудың стадиясына, себебіне, ағымына қараймыз. Егер УЗИдан өтте тас анықталса, жылдам хирургқа көріну керек. Өлшеміне байланысты операция жасалынады. Егер қабыну өт қабында таспен қатар болса, калкулезді холецистит деген диагноз қойылады. Холециститке не алып келеді? Жедел холециститтің себебі: өт қабында тастың немесе басқа да патогенді заттың болуынан өттің шығуы қиындауы. Өт түріп қалып, патогенді бактериялар көбейіп, нәтижесінде өткір ауырсыну дамиды. Созылмалы холециститке себеп: паразитті аурулар, лямблиоз, апистархоз, өтті қанмен қамтитын тамырдағы атеросклеротикалық бұзылыстар, ұсақ тастардың болуынан қабырғасында дистрофиялық бұзылыстар. Егер өттегі тас жедел холециститті тудыратын болса, созылмалы холецистит керісінше тастың пайда болуына алып келуі мүмкін. Себебі қоюланған өт кристалданып тасқа айналады. Келесі біздің дайындайтын видеоролигіміз сарымсақтың пайдасы туралы болмақ. Күтіңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар.